Мен Шахан Нұрбек. Алтаева Іңкәр. Адал ұрпақ клубының мүшелері ретінде Қарағанды облысы жемқорлыққа қарсы департаменті адалдық жолымен челленджін қабылдай отыра Абай атамыздың бірінші қара сөзін оқимыз. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бірталай өмірді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қашыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің баянсызын да, байлаусын да көрдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай, өзімді қайранмын. Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшыраған кісі бағам демесе, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағам демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ, баға алмаймын. Балалар өздері керегенше баға. Енді қартайғанда не өзің қызған көре алмайтұғын, ұры, залым, демсектердің малын бақып беретін жайым жоқ. Ғылым бағу? Жоқ, ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесетін адам керек. Енсіз күнсізде қолына кездемен алып, қолына кезін салып отырғанның не пайдасы бар? Софылық қылып дүм бағу? Жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңіліңде, не жүрген күнде тыныштық жоқ. Осы елде, осы жерде не қылған софылық? Ақыры ойландым. Осы ойыма келген нәрселерді қағазға жасайын. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кімде-кім ішінен келесі сөз тапса, жазып алсын, я оқысын. Болмаса, өз сөзім өзімдікі дедім де осыған байландым. Одан басқа менің ешбір жұмысым жоқ.